мені шақырған Чимкенттікі, ол Чимкенттікі Рысбек. Чимкенттікі ол 2013-те ма? 2014-те қайтты. Иә. Мені жоқ, жарты жыл емес, 8 айда тұрды, қайтты. Оны білмеймін, оны бізге айтпайды. Просто айтады, қайтты, ида ұстандар дейді. Ида деген бана траур ғой, әйел адам не істеу керек, үйден шықпайсың, қонақ ешқайда бармайсың, әдемі киінбейсің, үйде отырасың. Андай шариғат несімен. Сол идаңды күт дейді. Егер аяқ ауыр болса, бала туғанша идада боласың. Сөйтіп аяқ ауыр болды мен, 5 ай болдым. 5 ай болғанда, аяғым 5 ай болғанда ол қайтты, ол туғанша Абдулла бана баламды тудым. Сосын 1 жас шарыма келгенде күйеуге шықтым сояқта. Ермек деген. Сонымен 2 жыл тұрдық. Сол мына ермекпен кішкене ет жағынан көмектесіп, жылқы алып, сосын үйде киім сататын болдым. Киімдер алады. Сосын үйден шықпайтындар келіп біздің үйге келеді де, сол базарға бармайды, сол біздің үйден киім алады да кетеді, күйеулер алып кетеді сөйтіп. Ол қазір қайтты? Ол да қайтты. Ол айтты, қайтты деп болды. Например, там магазин сходить, купить продукты какие-то без проблем? Без проблем емес, проблем ғой сол магазинде. Продукты бару алудың өзі проблемай. Мысалы, 2-3 әйелмен шықсан, чуть-чуть нормально, и то олар семен андай қылып сөйлесіп, нянчиться етіп тұрмайды. Біздерде андай түсіресің бағасын, мысалы, майлы жерін бермей, мына етін жерін бер, сөйлеспейді саған, тақ кесетте лақтырып тастайды болды. А ер адам болса, уже анау қысылады, андай қылып сөйлемейді, ананы басқаша қылып сөйлейді. Бана майсыз берсем, майсыз береді, фаршын свежийін береді, например. Әйел адамға көз қарастары сондай, что нельзя, она не должна ходить. Андай жоқ сенің вообще ондай. Емін еркін жалмайсың. Бізде мысалы сенде, например, намаз оқысан да сен ешкім қазір барып бүйтпе сөйтпе демейді ғой. Өзің дұрыс жүрген адам болсаң, ешкім саған ұрынбайды. Барып смело барасың. Даже и работает, тоже орамалмен жұмыс жасап жоқ, онда жоқ олай. Сіз сол сирета болғанда сіз исламға дейін көзқарасыңыз өзгерді ме? Қазір намаз оқисыз ба? Жоқ, көзқарасың өзгергенде дұрыс емес қой енді, дұрыс емес екенін түсініп тұрсың. Қалай ол, не дейсің? Именно дінге көзқарасыңыз. Дінге көзқарасыңыз дұрыс емес, көп жер дұрыс емес біздерде. Не только это шектелетін намаз, полный вообще өмір. Даже, например, біздерде бүйтіп айтатын еді ғой, бесікке салу, қырқынан шығару, там тұсаукесер, бидағат, это ширк, не надо делать там шелпек пісірме деп. Не обязательно 7 штук пісіру, например, вообще шелпек пісірме, и намерение, чтобы не было у тебя, чтобы похоже на это было деп. Нельзя это бидағат деп. А на самом деле арабтардың бәрі өздері өзінің традициясын істейді. Это сен шариатта бар, жоқ емес оларда солай, адап солай. И олар айтады, біз өздерінің как бесік сияқтысы бар, бала салатын. И бала туғанда оларда да бір шай ма, мен түсінбедім сол не екен. Фениковый паста десең, ол паста емес. Андай ғой, айтады ғой, посуне феникті таңдайына жағады балаға деп. Сосын барып емшек береді дейді, сүт береді. Олай емес, анау бір сироп, бір шай ма, бір нәрсе береді, или сладкий су ма, бір нәрсені береді, балдарға құстыртады баланы. Вот олардың өздерінің сондай традициясы, адабы. И когда сен сұрайсың одан, ол бар ма Құран суnnада деп айтқанда, ол айтады, жоқ, ол біздің адап қой дейді. Сонда ойлаймын, олардың адаптары принимается, сонда біздерде нельзя, что ли, мысалы, адап? Это же не противоречит религии. Бесікке салғанда нельзя, то оның жаман деп. Сонда көп андай сондай сұрақтар